Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Men sol YouTube'dan bir iki militsiya bir kishkentay qiz bilan kishkentay balani sürüp жүргөнүн gördüm da. Juda bir katты ашуым келdi. Негізі бұл милициялар өңкөй сондай қатындарды, қыздарды өңкөй күші жоқтар сүйреп жүреді. Андай бір жігіттерге кездесіп қалса, алтау жетеуі жабылып атады да жаңағы. Бешерелерде күш те жоқ, ар да жоқ, намыс та жоқ, сана да жоқ, мый да жоқ бұларға. Шындығын айтқанда да. Оп, кішкентай бала, анау сенің жағы ары бер сүйрегеніңнен өзің түрің суық. Екі баламенен қыз қорқып қалып, кейін қандай ауру болып қалатынын білесің бе сен олардың? Әркімнің баласы өзіне, біреудің мәпелеп отырған баласы, біреудің мәпелеп отырған қызы, содан үміт күтіп отыр. Сен сүйреп жүрсің оны, көшедегі анау иттің күшігіне ұқсатып сөйлейсің. Сендер вообще қазақтың пешенесіне біткен өңкей бәле болдыңдар ғой сендер. Бәлесіңдер ғой қып-қызыл. Қайда көрсең әйтеуір қазақтарға зияндық жеткізіп атасыңдар. Өткенде Талдықорғанда бір әйел жылап тұр. 71 дей ма 72-де баласын бүйрегін тепкілеп ұрып, басын парабой қорып тастапты деп тұр. Бір жерлерде балалар не қылып жатыр? Балаларымызды атып тастады дейді. Балаларымызды ұрып өлтіріп тастады дейді. Сендер бір жыртқыш бір хайуандарға ұқсаған жүрегі бір адамның жүрегіне ұқсаған жүрек жоқ қой деймін сендерде, жамансыңдар ғой сендер сәрсіме. Ана қыздың анада айқалап атқанын, ана баланы айқалап атқанын көрген кездерде сендерде жүрек бар ма жоқ па? Бір рет ескертіп, біріншісінде ата-анасын апарып, мыналарды қайтып көшеге жібермеңіздер. Көшеге жіберсек осындай біз шара қолданамыз деп апарып тапсырмайсыңдар ма ата-анасына? Бассап, иттің күшігінде сүйреп жүрсіңдер, қорлап балаларды. Біреудің мәпелеп отырған қызы, баласы, олардан үміт күтіп отыр. Ертең қызды күйеуге беріп немерелі боламын, баланы әйел әперіп немерелі болам деп отыр. Сендер не істемейсіңдер? Сендердің жұлқылап атқандарыңнан кейін өздеріңнің түрлерің жағы бір жабақ қабаған иттің түріндей суық болса, ана қыз да қорқып отыр. Қыздың да түрі өзгеріп кеткен, бала да қорқып отыр. Сендер адам емес екенсіңдер, қып-қызыл. Не болды? Ойбай, балалар заң бойынша кішкентай балалар көшеге шықпау керек. Бұлар заңды бұзып қойды, үйтіп қойды. Заңды бұзып атқандарға тиісетін болсаңдар, сендер анау көшеде лесбиянкалар жүр ғой жа. Соларға бармайсыңдар ма? Адамды адамдықтан шығарып тастайтын голубойлар жүр көшеде жағы, шеруін өткізіп. Соларға бармайсыңдар ма сендер? Қайта сендер соларды қоршап тұрасыңдар, біреулер кеп сөйлеп қоймасын деп. Көшеде жағы біреудің мәпелеп отырған қызын, біреудің мәпелеп отырған баласын иттің күшігінде көшеде шырылдатып, шырқыратып сүйреп жүресіңдер. Мен білмеймін, сендерде бір білмеймін, форма кигеннен кейін бұлар жағы мінез өзгеріп кетіп, бұлардың жүректерінің барлығы жағы адамның жүрегіне ұқсамастан жағы жыртқыш бір хайуандардың жүрегіне ұқсап қала ма деп ойлаймын да жағы. Мен ана баламаның қызық жағы қинап атқандарыңды көргенде мен жағы әлі күнге дейін жағы өзім не істерін білмей отырмын да. Білмеймін, мынау жағы қыз бен баланы сүйреп жүргендердің ағалары болса, әкелері болса, ана екеуінің тұмсығынан шылқылдата кеп ұру керек қой аналардың. Шылқылдата кеп тепкілеп тұрып ұру керек қой аналарды. Немене балаларға соншалық тиісесің? Балаларға жау болып тиісесің. Жауын құсатып, бір дұшпанын құсатып сүйреп жүрсің, Не? Баяғыда жағы советтерменен немістер ұрысқан кездерде де немістер жағы советтің солдатын ұстап алғанда сондай қылмаған еді. Сендер жаман дұшмандарын құсатып сүйреп жүрсіңдер ғой сәмсем. Қып-қызыл басқаша адам екенсіңдер сендер. Сендерде адамгершіліктің жоқ екені көрініп тұр ғой мына жерде істеп атқан тірліктеріңнен.